Сәлем достар, бүгін осындай вупипай деген әдемі, ерекше, өте дәмді болатын тортыммен бөліскім келіп тұр. Мен осы тортты бір 5-6 жыл болды дайындап жүргеніме. Менің керек заттарым осы достар. Барлығын видеоның астына жазып кетемін. Ал кеттік достар, дайындаймыз. Алдымен достар, Қазақстан шоколадты аламыз да, бір плитка шоколад пен маргаринімізді ерітуге баяу отқа қойып қоямыз. Ол еремін дегенше біз жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап бір 10 минуттай миксермен миксерлейміз. Оның арасында газдымызда тұрған шоколад пен маргаринімізді қарап тұрамыз. Достар, видеоға көрсетілгендей 10 минуттай осылай миксерлейміз. Қант пен жұмыртқаны жақсылап миксермен араластырғаннан кейін қамырларыңыз өте жақсы көтерілетін болады. Ал достар, шоколад пен майымыз еріпті достар. Енді осыны біздің жұмыртқамыз бен қантқа қосып араластырамыз. Тағы да бір 5 минуттай миксерлейміз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін енді ұн, какао, разрыхлитель, тұз кішкене үшеуін ситадан обязательно өткізіп, осылай миксермен тағы да араластырып тұрамыз. Қамырымыз достар осындай болу керек. Міне қамырымыз дайын, сұйық та емес, қою да емес, осындай бір неде болу керек. Енді достар, санымызға кірісеміз. Менде 15 деген сан. Неліктен 15? Менің ұлым 15-ке толып жатыр. Сондықтан 15 деген санды жасайтын боламыз. Мен осындай простой карандашпен А4 қағазды алам да, осылай 1 мен 5 санымызды өзім жақсылап сызып аламын. Одан кейін қайшымен сандарды кесіп тарғаннан кейін пергаментный бумагамызға алып қойып, пергамент бумагамызға осылай қып бастырып шығарып аламыз. Ал қағаздарым дайын достар. Пергаментке де қойдым, карандашпен сызып алдым. Енді біз осындай қамырымызды пищевой неге құйып, осындай санымызбен осылай әдемілеп сызып шығамыз қамырымызды. Ал достар, міне қамырымды құйып шықтым. Қандай әдемі болып шықты. Енді духовкаға жібереміз. Духовкамызда 8 минутта ғана піседі. Қарап тұрыңыздар достар, күйіп кетпесін. Менде 5 корж болып шықты достар. Қалған корждарымды алам, балдарыма осындай печенье қылып жасайын. Енді кремге кірісеміз. Кремде осындай 35% сливки, 1,5 осындай пачка сахарный пудра. Оны жақсылап миксерлейміз қою болғанша. Ал достар, міне қою болып шықты. Енді творожный массамызды алып, оны да қосып, жақсылап бір 5 минуттай араластырамыз. Өте оңай рецепттегі торт вупипай, өте дәмді,
кремimiz дайын достар. Енді мына грецкий орехтарды алып, мен кішкене духовкаға салып алдым. Мына үлкендерді украшенияға алып қойдым. Ал енді достар, қамырларымызды сандарды алып, 1-5-ті осылай подносқа әдемілеп қойып алып, кремімізді специально кремнің несіне мешочигына салып, қалтасына осылай әдемілеп бүйтіп видеода көрсетілгендей осылай істеп шығамыз достар. Осылай достар, араларына мен орехтарымды салып шықтым. Орех салсаңдар достар, торттың дәмі ерекше қатты дәмді болады. Өте оңай рецепт достар. Осы вопипайдың неше жыл болды осы дайындап келе жатқаныма, балдарымды, жақындарымды, туыстарымды осылай тортты жасап қуантамын. Ал достар, енді біздің тортымызда дайын, 5 корж шықты. Енді украшенияға кірісеміз. Торттың бетіне өздеріңіз ойларыңыз келгенше жасай бересіңдер достар. Қалай мен осындай снигерс, сосын бискрем печенье, сосын грецкий орехтерді осылай қойып шықтым достар. Маған сол ұнайды. Ореховый торт бір шеттен болғандықтан грецкий орехтерді осылай қойып шықтым. Ал достар, қуантуға келдім баламды. Видео ұнаса достар, лайк басып, мені қолдап кетіңіздер. Сіздерге көп рахмет. Комментарий барлығын оқимын. Жазғандарыңызға, поддержка жасағандарыңызға, маған подписка жасағаныңызға бәріңізге көп рахмет. Жақсы көремін. Сау болыңыздар, жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Сіздермен осындай ерекше дәмді рецепттермен бөлісетін болып тұрамын.